достар, бүгін біздерде 15 июнь, бүгін менде демалыс күні. Сондықтан да сіздерге өзімнің бір күндік демалыс күнімді көрсетемін. Так что соңына дейін осы видеоны қарап отырыңыздар. Не болса да таңертең ше, атаң кім еді аты? Нұрланға жазып отырмын ғой смс ше. Мен бүгін жұмысқа бармаймын, болды, шықпаймын, шаршап жатырмын деп ше. Жаңа ответіне смс жазып қойды да. Қой маған. Бүгін демалыс. Кофе алып келмесем ше. Кофе ішесің ба? Магазиннің андай американо ма бір. Ішпейсің ба? Уверенсің ба? Ну смотри. Таң атпастан рамен жейін деп шештік. Сол енді қазір рамен барып алып келу керек. Магазинге. Үйде өйткені рамен да жоқ. Ештеңе жоқ. Достар, осы видеоның соңына дейін қарап отырсаңыздар, мен рум-тур жасайтын боламын бүгін бізде жұмыстан, негізі жұмыстан бізге тегін үй мен тегін достарыма тегін үй және де 2 уақыт тегін тамақ береді ғой. Сол құдай қаласа бүгін рум-тур жасаймын. Осы видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Қандай видео тұратынымызды көрсетеміз. Магазинге де келіп қалдық. Айнасайға. Мынау корейский магазин ше. Қазір бұның ішінен рамен тауып алу керек. Мынау ең дұрыс рамен осы. Шын рамен деп отыр. Қазақстанда бар шығар, қателеспесем. Сыр жеу керек, негізі ішіне сыр сал. Ладно, жұмысқа салсам ештеңе. YouTube. 유튜브? 네, 맞아요. 여기 유튜브? 네, 그렇지. 네. 유튜브? 네, 카자흐스탄 사람들 봤어. 아, 카자흐스탄? 네. 오케이. 맞아요. 카자흐스탄 친구들을 물어봤어요. 한국에 어떻게 일해요? 어떻게 살아요? 어떻게 살아요? 네. 많이 물어봤어요. 많이 물어봤어. 네. 그 사람들 블ог 만들어요. 유튜브. 유튜버? 네, 맞아요. 아니요, 카자흐스탄은. 카자흐스탄. 네. 어? 네네, 카자흐스탄. 카자흐스탄. 네, 파키스탄이요. 거기 벌었어요. 많이 벌었어요. 많이 벌었어요. 네, 그렇지. 그렇지. 네, 감사합니다. 얘는 물가가 비싸서. 안녕히 계세요. 네. осы кәріс адамдар ондай не емес, ашулы емес. Ондай заттарға жеңіл қарайды. Және де, Қазақстанға көп ақша жіберіп жатсың ба деп, солай сұрай береді. Әрине, Қазақстанға көп ақша жіберіп жатырмыз. Күшті. Sağından seni Кефали это, как называется? Кастрюльдағы су үйге бөлгенде. Короче, мен тамақ жеп қойған екен, құрып отырмайды. Прямой эфирді жарып отырмын ғой жақтан. Телефон қысып кетсем. Телефон қысып кеткен ба? Представляете, я в прямом эфире сидел, у меня телефон перегрелся. Охренеть. Холодильникке салып қояйық. Бұндай да бола ма не? Охренеть. Саған достар, представляете, телефон қызып кеткен ғой тиктоктың прямой эфирінен. Бірінші тестір қондай затты. Вот это офигеть. Не болып кетті деп қойын ғой бәсі. Достар, қане, сіздер бәлен сұрап жаттыңыздар. Қандай рум-тур жаса деп бізде жұмыста үй тегін беріледі.
жұмыс орнынан ше. Сол жұмыс орнына тегін берілгендіктен қазір сіздерге рум-тур көрсетем. Ол өзімнің емес, бірінші дос балалардың үйін көрсетем. Осы жерде бәріміз бір жұмыс бір жерде 5 бала жұмыс істейміз. Мына біздің бастықтың үйі осы бірінші этажда, бір комнаталық. Ал біздің қазақ бауырлар екінші этажда тұрады. Так. Ашамыз. 안녕하세요, 친구들. 안녕. 어디 있습니까? 밥 만들어요? 좋아, 유래. Короче. Так, достар, прихожийдан кейін мына жерде мындай үлкен комната, тамақ ішетін, холодильник алып берген, кондиционер бар, как положено. Одан кейін мына жақта бір қазақ бауырым жатады. Мынау соның комнатасы. Күшті, тап-таза. Мына жерде кішкене сырыс бар екен. Күшті жалпы. Гантель, тренировка жасайды. Бәріміз тренировка жасаймыз, бәріміз молодеспіз ғой. Так, одан кейін келесі мынау жұмыс киімдері. Бері қарама сен бала. Бері қара, әрі қара сен ютубта түрін көріп қойса бәрі танып алады ғой. Короче, не, кухнясы. Кухняларың өте кішкентай екен, жалпы бауырым. Мынау не жейін отырсыңдар? Мынау ішек қарын бірдеңенің соны жейін деп жатыр бүгін балалар. Қайдағы сиырдың етін не мынау бала дос баламыз, қазақ бауырымыз ютубтан видео қарап жатыр, тамақ қалай жасау кеткен. Мына жерде шошқаның еті ма мынау? Сиырдың еті. Точно? Точно. Уверенсің ба? Мынау өтірік айтып отқан секілді, мен сенбеймін. Сенбесең де. Мынау өте кір екен, мына жердің бәрі. Мынау өздері тазаламайды. Жалпы негізі квартира жақсы. Мынау екінші холодильник. Неге сендердің үйлерінде екі холодильник, соған түсінген жоқпын мен. өйткені тамақ көп салады. Мына үйінде екі холодильник бар екен. Күшті. Так, одан кейін келесі. Мына ең үлкен комната. Мына жерде бір қазақ бауырымыз 18 жасар. Ең жас осы Кореядағы бауырымыз ұйықтап жатыр. Бейшара шаршаған ғой. Так, мынау киімдері. Мынау комнатаның іші үлкен екен, биік екен, кәдімгідей, комнатаның іші жалпы биік екен. Менің қолымда штативім бар, бойым 1.90. Бүйтіп созып қарасақ, қолым жетпейді. Мына жерде көрінсіздер ме, Кореяда маса өте көп. Сондықтан да міне маса хананың ішінде ұйықтаймыз бәріміз. Өйткені шынымен маса қатты талайды. Так, одан кейін туалет қайда? Туалеттерің іші таза ма жалпы? Түсірмей. Бүгін демалыс біздері, демалыс күн болған үшін. Так, мынау туалет. Туалеттің іші. Потолок өте қысқа екен. Не қараңыздар. Мысалы. Мына потолокты көрдіңдер ма? Достар, мынаған қараңыздаршы. Мысалы, осы сіздер Кореяға келсеңіздер, бойыңыз 1.90 болатын болса, осылай міне душта ішінде осылай шомыласыздар. Мысалы, мен шомылу үшін, жалпы мен шомылу үшін, мысалы, мынау душ қой. Аяғым-ай. Ой! Ұрып алдым ғой. Жалпы қараңдар. Мынау душ. Мен шомылатын болсам, бүйтіп еңкейіп шомылуым керек ше. Енді ойлаңыздаршы. Қалай шомыламын мына жерде мен? Мынау өте дұрыс емес ойлаған екен. Стиралка, как положено, мына жерде стиралкасы бар екен. Жалпы керемет, үй жақсы, таза. Бірақ та менің бойыма өте болмайтын үй екен бұл үй. Потолок өте қысқа екен. Жалпы жақсы, тұруға болады. Жақсы. Тек душевой ғана онша емес екен. Зато үйінде главный кондиционер бар екен. Үлкен ше. Мына кондиционердің бойы базар жоқ, менімен бірдей екен. Бойы 1.90 болып тұр бұл кондиционердің. Вот, осылай. Аяқ киімдері, менің аяқ киімім. Мына жерде мусоркасы. Мына жерде негізі кішкене жинамайтын балалар екен, үйінің ішінде ештеңе етпейді. Солай. Басында потолок өте қысқа екен, мен жүру үшін кішкене бітте басым еңкейтіп жүргім керек екен. Потолок аласа екен, қараңыздар, мен басымды былай бұғып өтпесем, басым тиіп қалады екен, көріп тұрсыздар ма мені? Квартираларым өте жаман екен, негізі бар ғой. Осылай екен, онша емес екен. Кухнясымен жалпы несі жаман екен. Одан кейін мына жерде байқасаңыздар, обой құлайын деп жатыр, қараңыздар. Вот, көрдіңіздер ма? Так что енді болады тегін үй заты. Сендер квартираға төлемейсіңдер, Квартираға төлейсіздер ме ақша? Өтірік айтпасайшы, сен 18 жастардағы. Үй тегін, бәрі тегін, керемет. Бойларың 1.60-1.70 болса, Кореяға келсеңіздер ештеңе етпейді. Мен сияқты 1.90 болсаңыздар, кішкене қиналып қаласыздар.
Достар, бұл үйде біздің не тұрады? Мастер тұрады. Мастер баламыз. Ана шашы ұзын бала осы. Мастер бала біздің. Оның жалақысы бізден көре көп. Ол күніне 170 мың вон алады. 170 оның 63 мың теңге. Біз ғана енді ғана бастап жатқансын біз 53 мың теңге аламыз. Так, доспалардың үйінен шықтық, рум-турды. Қазір енді өзімнің үйіме барып рум-тур түсірем. Қазір сіздерге көрсетем. Так, доспалардың үйі қалай ұнады ма? Егер ұнап жатса, комментария жазып кетіңіздер. Квартирамыз жақсы екен, жаман екен деп. Қазір главный ең өз үйіме барам, өз үйімді көрсетем. Біздің үй, менің үйім ол үйде өте кішкентай. Ну енді, зато 2 ғана мана тұрамыз. Бұл үйде 3 адам тұрады. Так, достар, мынау менің үйім. Ана жерде тұрған Сіздерден не күтеді? Үйге келе салысымен біздер осы жерге келіп, осы жерде киімімізді шешеміз. Мына жерде стиралка, киімімізді жуамыз. Бұл біздің жуылған киімдер, ренжімеңіздер. Осы жерде біздің құрал-саймандар, жұмыстың аяқ киімі специальный, арнайы. Мынау холодильник бізде көшеде. Бұл жерге ет сақталады. Жанымызда ешкім тұрмайды. Құдай қаласа жаңағы бауырларым осы комнатаның ішіне көшіп келеді. Үйге кіреміз. Бұл жерде өңшең керек емес заттар жатыр. Бұл жерде кір. Мынау біздің шкаф деп айтсақ болады. Осы жерде заттарымыз тұрады. Бұл жерде мен дос балам ұйықтайды. Қазақ бауырымыз өзіміздің. Мынау менің рабочий столым. MacBook. Мынау не? Magic Mouse. Мынау телефонның чехолы, ішінде майда тіндер, мынау менің духием, саваж, штатив, айфонның зарядкалары, неше түрлі. Так, мынау, кстати, мен масахананың ішінде ұйықтаймын. Өйткені досымнан көре мені маса өте көп шығады. Неге екенін шынымен маса мен көп шығады. Именно ішінде көрпе төсек. Мынау менің киімім, мынау менің сүлгім, осымен сүртінем, орамалым. Мынау мен достымның киімдері. Осылай досымның киімдері осылай тұрады, жиналып тұрады. Мынау менің киімдерім. Так, мынау менің чемоданым. Одан кейін біздің кішігірім кухня. Таңертең көрген боласыздар, жаңа. Таңертең ас пісіретін кез. Сковородка, не, рамен пісіретін, весы тамаққа. Потом тағы не бар? Мынау біздің душевой комнатамыз. Өте кішкентай, бірақ та патология биік зато жаңағыдан көре. Унитаз, душ, мынау шкаф специальный, шампунь, порошок, как положено. Міне осылай квартирада тұрамыз. Бұл квартираның бағасы тегін. Кстати, бұл жердің бір минусы, мына потолок кішкентай мағанда. Бірақ та ана комнаталар үйдегіден көре үлкен. Бұл жерге тоже басын еңкейтіп өтесің. Жалпы осылай квартирада тұрамыз Кореяда. Жататын орын тегін, ақша ештеңеге төлемейміз. Вот, осы жалпы үй. Үйге келдім, қазір құдай қаласа дос балама барым керек. Сонымен бітті. Осы біздің рум-тур. Сіздер қалай қандай лайк, подписканы міндетті түрде ұмытпаңыздар. Бәріңізге рахмет.